Тәңірі деген сөз түріктікі емес Қытайдікі деп бір молдамыз жақында айды аспанға шығарды. Тәңір деген Қытайдың сөзі. Тән ди деген сөзден шыққан. Бұл жайында әлде айтамыз, сұрақсы ол емес мынау сөзі. Көшпенділер қай кезде де отырықшы халыққа еліктейді, амал жоқ, еліктейді. Ана қаланың мәдениетін алған кезде әйтеуір мына тұрмысына бір сөзді кіргізеді, немесе болмысына әйтеуір бір амалды кіргізеді. Бәрібір қала мәдениеті алға шығып кетеді. Естеріңде болса 19 ғасырда үлкен жәрмеңке болды. Орыстар бізге темірден жасалған балта береді, біз оған бір отар қой береміз. Сонда совет идеология 70 жыл қазақ жатып ішер, қазақ қарақшы, қазақ еңбек істемеген деген сөздері бәрін тек қана отырықшы халықтардан алады деген сөзі шиновниктердің басына емес, біздің молдаларымызға да сіңіп кеткен екен. Ал шынында тарихты қарасақ, біріншіден көшпенді бабаларымыз көптеген елдерге мемлекетшілдік орнатқан екен. Көшпенді бабаларымыз көптеген жаулаған елдерге кәдімгідей мәдениетін гүлдендіріп, сол елдерді көтерген екен. Мысалы, Үндістандағы ұлы моголдарды айтпай қойып, о баста раджпуттар басқарған ғой. Парсыларда қанша түрік әулеттер болды, мынау Византияны түріктер жаулады, Ресейге де мемлекетшілдік біздер алып келдік дегендей. Мен Қытаймен айналыспаймын, бірақ Қытайда қанша түрі көшпенді әулеттер басқарған екен. Күнтізбені де Қытайлар бізден алды. Мынау олардан бір Сиванму деген мифологияда патшайымы бар, батыстың анасы деген. Оны да Хунудан алды. Сосын олардың аңыздары бойынша музыканы оларға құс түрінде келген екен. Солтүстік батыстан, демек біз жақтан. Сосын мынау даосизм, шынымен олардың мынау табиғатқа жақындықты уағыздайтын, тылсымды уағыздайтын даосизм деген ілімі бар. Ол шынымен біздің тәңіршілдікке ұқсас, бірақ олардың аңыздары бойынша Лао Цзи, сол даосизмнің негізін қалаған Лао Цзи, осыдан 25 ғасыр бұрын осы солтүстік батыстан Қытайға келген деген аңыздар бар. Оны айтасыз. Мысалы, олардың айдаһары лун дейді ғой, ұлың дейді. Ол да түріктің ұрың, кәдімгідей қазақтың ұраны бар ғой, аруақ. Содан шықты деп Серікбол Қондыбай дәлелдеді. Сосын 19 ғасырда голланд этнографы Ван Гейніп мынандай нәрсе жазды. Оның бір кітабынан оқыдым. Оңтүстік Қытайда бөпештерді жарылқайтын, соларды қорғайтын, солардың пірі Мадзу деген құдай ана бар екен. Мадзу ол кәдімгідей біздің ұмай сияқты. Бірақ ең қызығы, сол Мадзуға арнап, олар тұсаукесер өткізеді екен. Өзіңіз ойлаңыз, солтүстік Қытай, жылқыны көрмеген, атқа мінбеген Қытайда тұсаукесер қайдан шығады? Сонда тонау оңтүстік Қытайға дейін біздің ықпалымыз барған ғой, мәдениетіне. Ал енді Тәңірі сөзге келетін болсақ, Тәңірі сөзі Шумерде шықты. Бірінші тарихта белгілі Шумерде шықты. Ол 6000 жыл бұрын болды. Сосын Шумерден Аккадқа барды. Аккадтан семиттерге әсер етті. Сосын Африкада да бұл сөз бар, Япония, Полинезияда бар. Әрине мынау Япония, сосын тынық мұхиттегі аралдарға Қытайлар әсер етуі мүмкін. Бірақ Шумерде Қытайдан бұл сөз 2000 жыл бұрын шықты. 2-3000 жыл бұрын шықты. Оларға Қытай қандай әсері бар? Қытайлар өзінің мәдениетін өте көне, кәдімгідей 1000 жылдықтардан тамыр тартқан мәдениет деп көрсетуге тырысады. Шынымен солай. Бірақ олардан әлде қайда көне мәдениеттер бар, кәдімгідей хатталған мәдениеттер. Ал Қытайдың ғылымда дәлелденген ең көне әулеті, патша әулеті, кәдімгідей мемлекеті Шань деген болды. Ол шамамен 3500 жыл бұрын. Шанди, сосын Тянди болып кеткен сөз соларда бірінші пайда болды.
тяндинің мағынасы сондай аспандағы император, аспандағы құдай деген. Бірақ шань мәдениетіне былай біз қарап көрсек, кәдімгідей Википедия деңгейде, оларда не бар? Мысалы, олардың күші мынандай садақтарында болды. Жай дейді ғой, сіңір, сүйек, сосын мүйіз пайдаланып, ағаш қосып, сондай мықты садақтарды жасаған. Отырықшы, егінші мәдениет. Сонда сіңір, сүйек, мүйізден садақ жасау қалай ойларына келеді. Сосын бір қызығы, олардың жазу қайдан шықты? Жазу былай шыққан екен. Олар отқа жауырынды, қойдың жауырын қақтайды, содан кейін тазбақан сауытын қақтайды. Сосын жарық шақтарына қарап, болашақты болжайды екен. Содан кейін шықты да мынандай сол жарық шақтарға қарап, содан кейін сол қойдың жауырындарына жазатын болды. Сөйтіп жазу мәдениеті пайда болды Қытайларда. Ал бізде жауырыншы деген бар, әлі күнге дейін тура соны жасады ғой қазақ 19 ғасырға дейін. Сонда отырықшы, егінші мәдениет қалай жауырынға қарап болжайтын болды. Оны малшы бір халықтан алғаны белгілі. Сондай олардың күші мынау ат, Қытайда аттың бірінші атқа мінді, сосын анау колесница, арба жасады. Сөйтіп басқа Қытай тайпаларын жеңе бастады. Сонымен мемлекет, мықты мемлекет жасады да. Сосын олардың негізгі күші тағы да бір мынау қола болды. Қоланы пайдаланған ғой, қоланы меңгерді, қоланы бронза дейміз ғой, балқыту, содан қару жасау. Және де тарихшылар мынандай қызық байқаған. Оларды мынау қоланы қорыту, балқыту, одан қару жасау өнер бірте дамымаған. Оларды ол тура сол дайын күйінде келген ғой. Сонда басқа бір елден, басқа бір халықтан бұл өнерді меңгерген біледі ғалымдар. Ол дәлелденген нәрсе. Бірақ қайдан соны алды дегенде, әрине Европа ғалымдары оны шамасы парсылардан алды, бір үнді Европа мәдениетінен алды деген әңгіме айтады. Негізгі болжам мынау Қарасу деген оңтүстік Сібірде жер бар, сол жерден алды дейді. Қола мәдениетін, қола өнерін. Бірақ әрине Европа ғалымдар ол оңтүстік Сібір кәдімгідей түріктердің жері болса да, ол қарасулықтар, олар парсы болды, басқа болды деп сондайды айта береді. Ол Шанди патшалығы үшін мынау қола өнер сонша маңызды болды. Олар кәдімгідей оны жай ғана қалада балқытпайды екен, қару жасамайды екен. Мынау шаһардың ішінде тағы да бір қоршау болады, патша сарайының айналасында. Сол қоршаудың ішіне тек қана сол патша, ақсүйектер, сосын мынау дін басылар, сосын осы ұсталар кіреді екен. Көрдіңіз ба? Басқа ешбір Қытай тайпасы бұны ұрламасын өнерімізді деп, сондай қорыған ғой соны. Сол осы Шань әулетінде, Шань патшалығында Шанди, Тянди деген сөз шықты. Бірақ оны біздің бабаларымыз Қытайдан алды ма, Шандиден алды ма, олар бізден алды ма деген сұрақ туындайды. Және де мынау Шань патшалығы прото-түріктер дейді ғой, прото-түрік, прото-монгол тайпаларымен көп соғысқан деп жазады. Негізгі жауы сол болды. Сонда осы өнерді да сол жаулардан алмады ма деген сұрақ туындайды. Біз 80-90 жылдары орыс шовинистермен көп пікір таластырдық қой. Өйткені олар сол заманда қазақта түк болмаған, тарих, өнер болмаған деп айтуға тырысты. Енді осындай біздің білімдарлар шығып жатыр ғой, қазақта болмады, ол бәрін Қытайдан алды деп. Өте өкінішті жағдай.